Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bugün Allah'ın kalımı nigmetimen fiqh kitabının 3-cü dərsimiz, yani At'ime kitabının 3-cü sonqu meselesi, sonqu dersi El-Mes'elatu Sadise 6-cı mesele Edebul Akl, yani Müslümanın tamaq işib jöyündəgi edepleri. Bu meselede 11 edep yazılgan. Müslüman arqaşanda осы edepleri orundau tiyis. Birinci edebimiz әрқашанда тамақты ішіп жер алдында бисмилля деп атау. Бұл үлкен әдептерден сонда ғана хайырлы болады тамағын, ішкен тамағын. Оған дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі, Омар ибн Аби Саламның хадисі, мен дейді, жас бала болдым дейді, жас балақай болдым дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи несінде болдым дейді, бөлмесінде болдым дейді. Сол кезде менің қолым неге де ыдысқа несе берді, ыдысқа қарай соғып кете берді, яғни қолымды манағыдай пайғамбардың алдында тамағымды жеп қой бердім дейді. Сол кезде пайғамбар айтқан, фақала ли расулаллах, пайғамбар маған айтты дейді, я ғулам саммилля ва кул бияминика ва кул мимма ялик дейді, фама залат тилка туъмати баъд дейді. Яғни несі хадис, Бухари Муслим айтқан хадисі, әй балақа дейді, тамақ ішер алдында бисмилля деп айт дейді. Бірінші әдеп, пайғамбар үйреткен әдебі. Ва кул бияминик, және де оң қолмен жеу айтты. Үшінші, ва кул мимма ялик, яғни алдындағы жерден бастап жейді. Бұның алдынан сұғынба, ортаға сұғынба, түсінді ма? Өзінің алдынан же дейді. Бұл жердегі керек жері хадистің я ғулам самилля, әй балақай Аллахтың атымен атап же дейді. Хадис Бухари Муслим айтқан хадисте. Бұл дәлелейді мұсылманға әрқашанда тамақты ішерде жерде бисмилля деп айту, түсінді ма? Басқа хадисте келеді, кімді-кім бисмилля деп айтпай жейтін болса, онда шайтан жегендей болды дейді хадисте. Екінші әдептерінен әл-әклу билемин, яғни оң қолмен жеу, түсінді ма? Мана айтқандай, мана хадис, пайғамбардың бұйрығы оң қолмен жеу дейді. Өйткені басқа хадис келеді, бір сахаба сол қолмен жеп жатқанда пайғамбардың оны тыятты, оң қолмен же деп. Сол кезде мен жей алмаймын дейді. Онда сен жей алмай қал дейді. Пайғамбардың оған дұға тілейді. Сол кезде оны оң қол жасамай қал дейді. Хадис сахих. Субханаллах. Сондықтан да сол қолмен жейтін болса шайтан жейді дейді пайғамбардың хадисте. Басқа хадисте мұсылман әрқашанда оң қолмен жеу керек болар. Үшінші әдептерінен әл-әклу мимма яли шахс, яғни өзінің әрбір мысалы үлкен ыдыста тамақ ішсек, соның әрқайсысы өзінің алдында тамағын жеу керек, түсінді ма? Егер де өзің жеке ыдысың болса, онда өзің білесің қай жерден жесең де. Бұл жердегі мәселе үлкен бір ыдыстың жесең, онда сен өзінің алдынан бастап же дейді. Айтқандай мана хадис, пайғамбар айтқандай балақайға үйреткені өзінің алдындағы тамағында же дегені. Сол сияқты мәселе бар, егер де сен өзің достарымен тамақ ішкен кезде бір ыдыста олардың алдарынан тамақ жесең, олар ренжімейтін болса, қиналмайтын болса, олар жек көрмейтін болса, онда оқасы жоқ дейді, онда сөйтіп жесең олардың алдарынан. Түсінді да? Оған дәлел пайғамбардың хадисі бар. Тігінші пайғамбарымызды қонаққа шақырды, хадис Анастан келді хадис. Сол кезде Анас айтады, фаруайтуна, яғни пайғамбарымызды көрдім дейді. Ятатаббау танида аддаба мин хаули қис'a. Яғни асқабақты мына қаса дейтін ыдыс қой, ыдыстың жанынан жеп жатқан пайғамбарымыз жақсы көрген нені? Асқабақты. Сол ыдыстың жанындағы асқабақтарды жеп жатқанын мен көрдім дейді. Хадис Бухари риуаят еткен. Бұл дәлелдейді, егер де ол қасындағы жеп жатқан адам ренжімейтін болса, онда жесе оқасы жоқ екеніне. Сол сияқты, егер жалғыз өзің жеп жатсаң, онда оқасы жоқ, алдынан жемей басқа жерден жесең болады. Немесе сондай бір тамақ бар, тамақтың ішінде әртүрлі нелер бар, еттер бар. Бір ет, мысалы, бір тәтті ет бауырдың алдында, енді әртүрлі, соны бәрін дәмін көргің келеді. Сол уақытта ол алдынан, бұл бауырдың алдынан үлкен ыдыстың ішіндегі алдынан алсаң, онда оқасы жоқ дейді ғалымдар. Ең бастысы, сен жеп жатқан кезде бауырыңа не істемеу, зиян тигізбеу, жек көру, оларға әза бермеу. Төртінші мұсылман тамақ жеудегі әдептерінен әлхамду фил ахират, тамақ жеп болғаннан кейін әлхамдулиллах деп Аллахқа мақтау, мадақ айту. Түсінді ма? Бұл сүннеттерден, бұл әдептерден бұрын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям инна Аллаха ла ярда анил абди аякула ал-аклата фаяхмадаху алейха ау яшраба шурбата фаяхмадаху алейха. Хадис Муслим риуаят хадисте, расында Аллах Тағала разы болады құлына, егерде бір тамақ ішіп болғаннан кейін әлхамдулилля деп Аллах Тағала мадақ мақтау айтатын болса, немесе әрбір сусыннан кейін әлхамдулилля айтатын болса, Аллах Тағала разы болады дейді. Бұл хадис
Муслим риуайт еткен. Бұл хадис дәлелдейді, мұсылман әрқашанда тамақ ішкеннен кейін, тамақ немесе сусын ішкеннен кейін альхамдулилля деп айту керек. Аллахқа мақтау, мадақ айту керек. Неге? Өйткені Аллах субхану ва тағала ондай істерді жақсы көреді. Бесінші әдептерінен әл-әклу аля суфар дейді. Яғни жерде отырып дастархан жайып жеу дейді. Немес ол сүннеттерден. Мана айтқандай столдың үстінде немесе қымбат ыдыстан гөрі жерде отырып жеу ол сүннет әдептерден. Анас бин Малик деген хадисте ма акала наби саллаллаху аля хиванин вала фи сукурружати вала хубиза лаху мураққақ дейді. Қала фақулту ли Қатада фа'ала ма кану якулун қала аля хадис суфар дейді. Хадис Бухари өткен хадисте Анас бин Малик пайғамбарымызда 10 жыл қызмет еткен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ешқашанда сонда үстелдің үстінде тамақ жемеген дейді. Сол сияқты қымбат ыдыс бар. Сукуру дейтін қымбат ыдыс қой. Қымбат ыдыста тамақ жемеген. Немесе сондай жұқа қылып піскен тәтті тамақ нанды жемеген дейді. Дайын тұрған жұқа қылып піскен тәтті, яғни сондай нанды жемеген дейді. Сол кезде айттым дейді. Қатада риуайт етуші Анастан риуайт етеді ол хадисте. Ол пайғамбарымыз қайда жеді дегенде, бұл сондай жеге жайып жерге дастархан жайып дастархан үстінде жеген дейді. Бұл әдептерден. Бірақ енді үйде мысалы көркем ыдыспен немесе үстелдің үстінде жесең ол қашық, бірақ жақсылық жағынан, әдептілік жағынан өткен пайғамбарымыз сөйтіп жегесін. Алтыншы әдептерден карахиятул акл муттакиян, яғни макрух адам жеген кезде сүйініп жеу, сүйініп тамақ жеу. Яғни бір иығымен, бір қолымен, бір көпшікке сүйініп жеу ол макрух болар. Оған дәлел хадис Бухари риуайт еткен. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты: "Инни ла акулу муттакиян", мен расында сүйініп тамақ жемеймін деген. Бұл хадис дәлелдейді сүйініп тамақ жеу ол макрух екеніне. Жетінші әдептерінен адамул айби таам аллази ла юриду аклуху, яғни адамул айби таам аллази ла юриду аклаху, яғни адам өзінің жегісі келмеген тамақты не істеуі айыптамау. Жалпы тамақты айыптау бұл сүннет емес, жалпы жақсы амал емес. Ғалымда кейбір ғалым макрух дейді. Сол сияқты жегің келмей ме жеме, жегің келсе же, бірақ сөкпе. Көресің кейде мұсылмандар тіпті ресторанға барған кезде бір тамақ жақсы піскен, енді ондай идеал піспесе де піскен жақсы, бірақ соны айыптап, бұл не тамақ, бұл неге дұрыс шықпады деп сондай бір айыптап жатады мысалға. Сөйтіп администраторға шығып жатады. Бұл әдепсіздік болар. Бұл сүннетке қарама-қарсы іс болып саналады. Енді ақшаны төледім ғой дейсің, ақшаны төлесең, егер сөйтіп піспей қалса, немесе суып қалса, онда бір жын. Бірақ бұл жерде тамақ неге ондай қатты тәтті емес деп бар ғой, ұрыс шығарып, ол жақсы нәрсе емес болар. Тем более мұсылманның ресторанына барып тұрып ұрыс шығару жақсы емес. Естіп атамыз, көріп атамыз жағдайды қазіргі таңда. Енді болар, сол себептен оған дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі Абу Хурайра риуайт еткен, сахабаның риуайт еткен хадисі пайғамбар айтқан, яғни пайғамбар ешқашанда тамақты сөкпеген, өмірінде ешқашанда сөкпеген дейді. Ма'аба Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям туаман қат дейді. Ин иштахаху акалаху ва илля таракаху дейді. Егер жегісі келсе жейтін болған, жегісі келмесе үндемей тәрк етіп қоятын болған, бірақ ешқашанда айыптама дейді. Бұл хадис Бухари Муслим риуайт еткен. 8-ші түрі әдептің, тамақ ішіп жеудің әдептерінің 8-ші түрі әл-аклу мин жауанибл қасаати ва карахиятул аклу мин уаситил қаса, яғни тамақты ыдысқа салған кезде ортаға, соның ортасынан жеу макрух дейді. Жесем болса шетінен бастап жеу дейді. Оған хадис Ибн Аббас деген хадисте пайғамбарымызға сәрид деген нан мен ет араласқан тамақ келеді. Сол кезде пайғамбарымыз айтты: "Кулу мин жауанибиха ва ла такулу мин васатиха, фа иннал бараката танзилу мин васатиха." Ол ыдыстың тамағын шетінен жеңдер дейді, ортасын жемейдер. Өйткені бұл тамақтың берекеті ортасынан түседі дейді. Бұл хадис Альбани сахих қылған хадис. 9-ші әдептерінен тамақ ішіп жеудің 3 саусақпен тамақ 3 саусақпен жеп, сосын болғасын қолында жалау. Бұл дейтін тамақ ішіп жеудің әдептеріне кіреді. Оған дәлел Муслим риуайт еткен хадисте пайғамбар ешқашанда, яғни бұл хадисте Ка'б ибн Малик деген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тамақ жеген кезде әрқашан 3 саусақпен жейтін болған, 3 саусақпен. Және де ол қолын сүртпейтін болған, оны жаламайынша. Түсінді ме? Бұл хадис дәлелдейді 3 саусақпен жуу сүннет екеніне, және де
қолыңды жумас бұрын, қолыңды сүртпес бұрын, қолыңды жалау. Өйткені басқа хадисте пайғамбар не дейді? Расында тамақтың берекеті қайда екенін білмейсіңдер дейді. 10-шы әдептерінен, егерде тамақ жеп жатқан кезде жерге түсіп қалса тамақтардың бір бөлігі немесе сондай бір шашылып қалса, соларды көтеріп жеу, сүртіп мына ішінде топырақтарды алып тастап жеу, ол сүннет әдептен саналады. Яғни кейде бір түсіп қалады, ет түсіп қалады мысалға. Сол кезде жемейтіндер бар мысалға. Жоқ, қағып сүртіп үріп жеп болса, ол әдептерден саналады. Өйткені тастап қоймаған жақсы, пайғамбар айтқандай, тастап қоятын болса, сен шайтанға тастағандай болдың дейді. Оған хадис пайғамбар айтты: "Иза сақатат", дейді пайғамбар айтқан: "Иза сақатат луқмату ахадикум фалюмит анха ал-аза ва якулха ва ла яд'аха лиш-шайтан", дейді. Яғни егерде қай-қайсының тамағының бір бөлігі түсіп қалатын болса, фалюмит анха ал-аза, яғни фалюзил деймін, яғни соның ішіндегі топырақтарды ласта үріп алып тастайды, қағып. Сосын же дейді, ва якулха, сосын же дейді. Уала яд'аха лиш-шайтан. Яғни оны шайтанға тәркетпейді, тастамайды. Неге? Өйткені сен тастап қойдың, шайтанға тастағандай болсын. Бұл хадис Муслим риуаят еткен. Хадистің жалғасы бар, негізі. Хадистің жалғасы не дейді? Ва амарана ан-наслута ал-қас'ата. Және де бізге бұйырды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ыдыстың болғаннан кейін оны сүртіп не істеу? Мысалы, тамақ жеп болғаннан кейін оны нанмен, мысалы, бір немен сүртіп тазалап, дым қалдырмай не істеу? Тазалау. Өйткені пайғамбар сол сөздің соңында дейді: "Фаиннакум ла тадруна фи ай туамикум ал-барака". Өйткені сендер білмейсіңдер тамақтың қай жерінде берекет бар екен дейді. 11-ші соңғы әдептерінен, тамақты жеп болғаннан кейін тамақтың ыдысын не істеу? Артынан сүртіп шығу. Нанмен болсын, қолмен болсын, сосын немесе жалап шығу. Неге? Өйткені пайғамбар айтқандай, мына хадисі бізге пайғамбар бұйырды тамақтың ыдысын не істеу? Сүртіп шығу дейді. Нанмен немесе басқа нәрсемен. Түсінді ме? Ан-наслу деген сөз намсахаха деймін. Сосын жалау дейді. Өйткені пайғамбар айтты: "Иннака ла тадруна фи айил барака". Яғни фи айихил барака, сендер білмейсіңдер қайсысында берекет бар. Яғни мүмкін жалау шыққаннан соңғы майларының берекеті бар шығар тамақтың, бар ғой. Хадис Муслим риуаят еткен. Сондықтан алхамдулилля бүгін дәрісіміз бітті.